Қайырлы күн, әлеуметтік желіні пайдаланушы біздің оқырмандар. Халықтың бай ауыз әдебиетінің мол мұрасынан сусындап өскен Ілияс Жансүгіров қазақ әдебиетінде жарқын із қалдырған тума талант иесі. Өзінің қысқаша өмір баянында оған шейін көрген, оқыған әдебиетімнің бәрін Абай кітабы жоққа шығарғандай болды. Ойым ояна бастады деп Абай шығармашылығының қатты әсер еткені жайлы ойын бөліскен еді. Қазақтың ұлы ақынынан бағдар нәр алған Ілияс қаламынан құлагер сынды кең тынысты кемел туынды дүниеге келді. Осы кемел дүниеге биылғы жылы 85 жыл толып, жылдың мерейгер кітаптар тізіміне ілікті. Мектеп кітапханасы Ілияс Жансүгіровтің осы туындысына бейне баян ұсынады. Бұл поэма ақынның ең соңғы шығармаларының бірі. Ақынның толысып кемеліне келген шағында үлкен шабытпен жазған дүниесі. Ілиясты заманның әділетсіздігіне төзе алмай, соңында дәрменсіз қалған ақан серінің сұрапыл өмірі қызықтыра түседі. Тұсымда сері болсын, пері болсын, ұнайды өмірімен ақан маған деген, ақанға деген ілтипатын ашық айтады. Тәтті әндерімен халықтың сүйіспеншілігіне бөленген ақан және оның жан серігі болған құлагер бейнесі поэмада шебер суреттелген. Ілиястың поэмасында ақан өмірінің трагедиялық беттері кеңінен ашылады. Сонымен қоса автор сол замандағы адамдар арасындағы көр алмаушылық, сынды жағымсыз қасиеттің ел арасында әлеуметтік қоғамдық мәселенің сырын бүкпесіз ашады. Толғану атты алғашқы тарауда ақынның осы мәселелерге деген көзқарасы, елі жері жөніндегі ойлары жүрек төрінен тебіреніспен баяндалады. Құлагер поэмасының шоқтығы биік шығарма екенін дәлелдейтін тұсы атақты Сағынайдың асын өткізудің аса шебер бейнелеп, қазақ халқының ескі дәстүрін дәріптеуі. Осы асқа жиналған дүйім жұрт ақан серінің құлагерін көріп, жүйрігі жануардың қай жағында деп таңданыс білдіріп, алғашқыда бітіміне көңілдері толмайды. Кейін құлагердің бабы мен сынын Күреңбай төп басып айтады. Сонымен қатар ақын осы астағы әртүрлі әлеуметті топты, қазақ халқының түрлі әдет ғұрыптарын, ұлттық ойындарын тамаша бейнелейді. Халқына әсем әнін шырқап, олардың шексіз махаббатына бөленіп, ешбір арам ойсыз алаңсыз жүрген ақан сері адам сенгісіз сұмдық жайтқа тап боларын қайдан білсін. Кекшіл батыраштың жан досына айналған құлагеріне жасаған қастандығы ақан үшін орны толмас қайғыға айналады. Зұлымдыққа толған тар заманға сыя алмай, ақын бас ауған жаққа кетіп қалады. Тағдырдың тауқыметіне төзбеген өнер иесі өмірдің мәнін жоғалтқандай күй кешеді. Осы бір поэма әлі күнге дейін шешімін таппаған әлеуметтік қоғамдық мәселелерді көтеріп, оқырманды сансыз сұрақтардың жетегінде қалдырады. Соның бірі адамзат қашан оңалады деген сұрақ. Менің ойынша адам баласы ақылға салса, ондай қатыгездікке жол бермес еді. Өкініштісі, батыраш сынды қара ниетті жандар бүгінгі таңда да көптеп кездеседі. Сондай адамдар біздің қоғамның ілгері дамуына кедергі келтіруде. Құлагер поэмасы қазақтың дарынды әншісі ақан сері өмірінің трагедиялық тұсын шынайы зерттеу арқылы сол кезеңдегі замана шындығын, рухани дағдарысқа ұшыраған адамдар бейнесін толық аша білген ауқымды туынды. Осындай шығарманың таңдауына себепкер болған поэзия құлагері оң қолынан өнер тамған шебер ақын Ілияс Жансүгіров. Ілияс Жансүгіров 1894-1938 жылдары қазақ ақыны, қазақ әдебиетінің классигі, Қазақстан жазушылар одағы тұңғыш төрағасы. Әйгілі құлагер шығармасы қазақ әдебиетінің классикасына айналған поэма. Ілияс Жансүгіров құлагерді 19 ғасырдың ақыны, күйші ақан сері Қорамсауылына арнаған. Шығарма ақын өміріндегі драмалық эпизод, сүйікті тұлпарының өлімі туралы баяндайды. Поэма ұлттық әдебиеттегі ең трагедиялық шығармалардың біріне айналды. Құлагер жай ғана поэма емес, бұл бүкіл ұлы даланы, тау мен өзенді, орман мен көлді қамтитын тарихи туынды. Поэмада көптеген кейіпкерлер, барлық рулар мен әлеуметтік топтардың өкілдері бар. Сонымен қатар құлагерде халықтың тарихы, әдет ғұрпы, мәдениеті, өнері, психологиясы туралы мәліметтер де бар.
Сөз құдіреті жағынан бұл поэманы Абайдың таңдаулы шығармаларымен салыстыруға болады. Моцартты Сальери уландырса, құлагерді көре алмаушылар өлтірді. Осылай талантты Ілияс Жансүгіровке де адам қиғылдылар жала жапты. Құлагер поэмасы қазақ әдебиетінің алтын қорына заңды түрінде енді халық ешқашанда ұмытпақ емес. Ілияс Жансүгіров құлагер поэмасынан үзінді. Ақан. Бурабай бір таза жер пері жүрген. Онда жоқ жын мен сайтан өріп жүрген. Ағашқа атын байлап көлең келеп, ақан ғой анда-санда келіп жүрген. Ақандай осы тауда сері жүрген, су ішіп тауда шие теріп жүрген. Қайыңдай мінсіз таудай таза жігіт, көң қоңыр былапыттан жеріп жүрген. Жасынан еленген баласындай, талпынып көкше тауға анасындай, көліне бетін жуып ат суарған, арқаның бір сиқырлы айнасындай. Сұршатал сұлу қолдың саласындай, қып-қызыл қайың қыздың баласындай, жамылған жәннат ішік мөлдір сұлу, көзінің көкше көлі жарасындай. Кісі емес, ақан төрде билік айтқан, ұр емес, ауыл торып ел шулатқан, молды емес, мешіт салып зекет алып, нәжісін дүниенің бойға жаққан. Ол емес, және өзінің малын баққан, жалшы емес, және байдың отын жаққан, кісіні ит етінен жек көретін, дау қуып, арыз айтып, биге шаққан. Төренің тұсындағы қасын ерген, өзін ел құрмет қылған, көрген жерден, жерлерді тоқты сойған топыр қылып, сал сүрей саңлақ мініп, сұлу сүйген. Жүйрік ат, сонар саят, қыз қырқынмен өмірді өткізген жан, өз ырқымен өмірдің ащы емес, тұщысын да қызықтап, жігіт ойын қыз күлкімен. Саңлақ ет, шыққан мыңнан, озған жүзден, көп сұлу көзін сүзген, күнді өткізген, қызықтың айдынына құлаш ұрып, армансыз қаздай қалқып, қудай жүзген. Солардан келе-келе жаны безген, өмірде әлсіздігін әбден сезген, сезгір жан, нәзік көңілін азап алып, жабырқап, жапан түзді жалғыз кезген. Кісі емес, көп қатынды үйірлеген, болған жоқ бір пендеге тыю деген, текті құс тазалықты қолын ұстап, арманақ сұлулықты сүю деген. Адамнан, айналадан, күйір кеден, бой тартып ел ішінен жиіркенген, безінген бір жолата тағы болып, аулақтап әсем тауда жүру менен. Сұлулық жерден өніп, көктен жауған, тапқан ол тыныштықты таза таудан, шомылып мөлдір көлде, орманды ұйықтап, жақсы жер жұмбақ жанын аялаған. Қарағай, қайың талдар қалың орман, тау мен тас жеке жанға болған қорған, қиқулап, өлең айтып, күйлер тартып, серішін құс көбелек қылған думан. Таза тас сияқтанған күміс кесек, жапырақ секілденген таза төсек, жүрегін жуықтаса жаралаған, кір өмір, тікен тұрмыс, улы өсек. Ақынды сол күндегі сопы десек, әсемтау оған қобыла, Меккеге сеп, ән азан, әдемі сөз намаз болып, кітап боп көңілін ашқан гүл бәйшешек. Бұл өзі ауылында аз оқыған, алғыр ой, ақын, әнші көп тоқыған, елді улап, өлім тілеп жалман қаққан, бұл емес, бөлек еді көп осыдан. Көрмеген, ілімді артық көк тоқтыдан, не тапсын білгенімен көп соқырдан,
тәңірісі табынатын табиғат боп, жойқын жұт сұрапылда малын қырған. Арман бел ақ патшаға арыз қылған, арыздан борыш басып қарыз қуған, жер мұңын, елдің шерін өлең қылып, ақан да жанның бірі жан ауырған. Және де жақынынан жарды сүйген, сол үшін ауыл аймақ безген үйден алам деп ақ марқаны ала сұрып, ала алмай ақырында жаны күйген. Сол үшін тау пәлені басын үйген, тартқан ол тауқыметті болыс биден, сұрадым, онысына осы арада барма деп жолдастарым жазып жүрген. Күйдіріп осындайлар жанын жеген, кеңесіп келісе алмай қалың елмен, тілімен жырды жаттап, жерді жоқтап, ол өзін жазалаған алдыменен. Сұрама оның бәрін бүгін менен, тіршілік болса тағы айтып берем, ақанның ең аяулы әңгімесі, тек бүгін тарқасалық құлагермен. Арқада ақанда айтқан әңгіме көп, қылады оны әулие әлдене деп, әулие болмаса безген жан, неліктен тарихшылар табар себеп. Мен өзім сер ақанды көргенім жоқ. Сөздерін, әнін жаттап тергенім жоқ. Ақанның өзін көрген, сөзін терген адамдар айтпас мұны өтірік деп. Серінің сүйген жары ақ марқасы, көліндей Көкшетаудың жан қалқасы, сол мекен елден айдап ән салдырған, жүрегін күнде шауып қыз балтасы. Асыққан азап болып қыз қайқасы, қайғымен өртеді ме қыз қалқасы, жұрттан ба, жарынан ба, жанын қинап, серіні сыйғызбаған ел ортасы. Әйтеуір құлагерді мініп баптап, жалғыз жан жапан түзге кеткен ақтап, ақ көңіл асқар жанын алып қашқан, арамнан, айналадан, кірден сақтап. Сондықтан ән шырқаған жырды мақтап, асылым ақ марқам деп атын жаттап, сендерге сүйгенім мен келмедім деп, орманға, құсқа, тасқа қызды мақтап. Жете алмай арманына болып қапы, күңірентіп әніменен кең аймақты, түлкі үшін тасқа түскен қыран құстай, болған соң кетті мекен жаны запы. Жатталып ақ марқаның аузыңдаты, телміріп таста отырып жазған хаты, жары да, жолдасы да тек біреу ақ, онысы астындағы жалғыз аты. Таза бұлақ, таудың тасын, мекендеп жүрген дейді көлдің қасын, айтады осылайша айтушылар, кім білсін, әлде өтірік, әлде расын. Тамсантқан әні менен кәрі жасын, демейміз елге қанды сөз қылмасын, әңгіме ақан емес, құлагер ғой, осынан бастамақ шек сөздің басын. Ендеше көлденең сөз былай қалсын, қызықсыз қысыр сөзге кім айналсын, көңілін көркен таудың жайлауына шығарып, сері салтаң кете барсын. Асық боп, ақан жоқтап ақ марқасын, деп біраз жалын шығып шер тарқасын, жаңғыртып сырым беттің күллі алабын, серіңіз серпіп көкке ән шырқасын. Бұлбұлдар көмейлерін бүлкілдетсін, көделер ақ үкісін үлпілдетсін, суырып көк жібектің суыртпағын, құлагер көк шалғынды күртілдетсін. Суықта паналасын нутоғайға, ыстыққа көлеңкелеп саяжайға, жауында үңгір тасқа ықтап, ұйықтап, шомылып жүре берсін бурабайға. Батағып, батқан күнге туған айға, бейшара жүре берсін бурабайда. Серіні пері деген қалың қауым не қылсын, бір мақсымды қудалай ма?